Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз артериалды гипертензия және артериалды гипотензияның патофизиологиясы. Біз алдыңғы видеоларымызда қан айналым жеткіліксіздігінің түрлеріне тоқталған болатынбыз. Оларды біз гиповолемиялық, жүректік, жүрек қан тамырлық және де бірлескен деп бөлдік. Және де осылардың әрқайсысына тоқталдық. Гиповолемиялық бұл қан айналымдағы қан көлемінің аз болуынан, жүректік олардың өзін жүктемелі, біріншілік миокард зақымдану, біріншілік перикард зақымдану, аритмиялар салдарынан деп бөлдік. Жүрек қан тамырлық бұны бүгін айтамыз, және де бірлескен осылардың барлығының бірге топтасқанын айтатын боламыз. Енді егер өткен видеоларды көрмеген болсаңыздар, кіріп көріп шығуларыңызға болады. Каналда тұрады, немесе мына жоғарғы жаққа сілтеме қалдырып кетемін, сол бойынша кіріп көрсеңіздер болады. Ең алдымен артериалды қан қысымы дегеніміз не? Артериалды қан қысымы дегеніміз бұл қанның минуттық көлеміне және де шеткерлі тамырлардың кедергілік қарсыласына көбейтіндісіне тең болады. Ал қанның минуттық көлемі дегеніміз ол қан соққылық көлеміне және де жүректің жиырылу жылдамдығына тең болады. Яғни 1 минутта жүрек қанша қан айдайды және де шеткері тамырлардың қарсыластығы қаншалықты, осыған байланысты бізде артериалды қан қысымы туындайды. Артериалды қан қысымын екі түрін ажыратамыз. Оларды артериалды гипертензия және де артериалды гипотензия. Гипертензия дегеніміз қан қысымының 140-90 мм сынап бағанасынан жоғарылауын айтатын болсақ, артериалды гипотензия дегеніміз бұл артериалды қан қысымының төмендеуін, яғни 90-да 60, 80-де 55 деген секілді төмендеуін айтатын боламыз. Енді осылардың біріншісі артериалды гипертензияға тоқталатын болсақ, олардың негізгі екі түрін ажыратсақ болады. Біріншілік және де екіншілік. Біріншілік дегеніміз оны екінші атын эссенциалды деп те атауға болады. Себебі олардың қайдан шығатыны белгісіз болып табылады. Ал екіншілік бұлар симптоматикалық, яғни белгілі бір аурудың салдарынан артериалдық гипертензия туындайды. Енді біріншілік эссенциалды артериалды гипертензияға тоқталатын болсақ, олардың бірнеше гипотезалар бар, яғни олар әлі нақтыланбаған, неден пайда болады, неліктен пайда болады, тек оларға теориялар бар. Олардың біріншісі тамыр эндотелийінің ионды каналдарының бұзылысы, яғни тамырдың ішкі қабатында эндотелиттер орналасады. Егер де олардың ионды каналдары бұзылатын болса, тамыр қабырғасына бізде натрий, кальций сынды иондар кіре бастайды. Натрий ионы тамыр қабырғасына кірген соң ол тұз өзінің осмостық қысым тудырады, сонымен тамыр қабырғасының ісуіне алып келеді. Және де кальций кіретін болса, бұл тамыр қабырғасына кіреді де тамырдың спазмын алып келеді. Бұл бір сөзбен айтқанда шеткері тамырлардың кедергілік қарсыласы, яғни ОПСС-ті арттырады. Осының әсерінен бізде қан қысымы көтеріледі. Яғни мыналардың қайсы біреуінің көтерілсе де бізде артериалды гипертензия туындайды. Яғни жүректің жиырылу жылдамдығы артатын болса, және де соққылық көлемі артатын болса, және шеткері тамырлардың қарсыластығы жоғарылайтын болса, онда бізде артериалды гипертензия, яғни қан қысымының жоғарылауы пайда болады. Одан кейін ангиотензиннің өздігінен түзілуі. Бұлардың барлығы негізінен тұқым қуалайтын факторлар болып табылады. Яғни адам туылған кезде осы аурулармен туылуы мүмкін. Ангиотензин дегеніміз не? Ангиотензин дегеніміз бұл негізі ренин, ангидезин, альдостерон жүйесіне қатысады. Яғни қалыпты жағдайда бұлар активті болмайды. Экустогломерулар аппараттан бөлінген ренин ангиотензиногенді ангиотензин 1-ге айналдырады. Ангиотензин 1 ол ангиотензин айналдырушы фермент арқылы, яғни АПФ арқылы ангиотензин 2-ге айналады. Соның әсерінен бізде бүйрек үсті безінен альдостеронды бөліп, ол бүйректен натрийді ұстап қалады. Және де сонымен қоса ангиотензин 2 бұл шеткері тамырлардың спазмын алып келеді. Бұл біріншіден айналымда қан көлемінің артуына себепші болса, екіншіден перифериялық тамырлардың спазмына, яғни екі фактор арқылы бізде қан қысымын жоғарылатады. Одан кейін бүйректен натрий ионының реабсорбциясының күшеюі. Бүйректе негізінен натрий ионы шығып кетіп тұру қажет, бірақ та бүйрек арқылы натрий ионы сыртқа қарай шықпайды. Соның әсерінен натрий ол тұз өзімен бірге суды организмде ұстап қалады. Соның әсерінен бізде айналымдағы қан көлемі көбейеді. Енді бұлардың бізде біріншілік эссенциалды артериалды гипертензияның қауіп факторлары бар. Біз оларды екіге бөлсек болады: экзогенді және де эндогенді. Экзогенді эмоционалды жүктеме,
тамақтану салты, темекі шегу, алкоголь тұтыну жатса, ал эндогендіге тұқым қуалаушылық, семіздік, артериалды гипертензияға әсер ететін механизмдердің біріншілік зақымдалуы, гиподинамиялар және де жыныс жатады. Енді осылардың барлығының қалай дамитынына анықтама беріп кетсек, эмоционалды жүктеме, яғни стресс, бұл адамда үнемі адреналин жоғары болуына алып келеді. Адреналин жоғары болған соң ол біріншіден қан тамырларының спазмын алып келеді, екіншіден ол жүректің соғу жиілігін арттырады. Жүректің соғу жиілігін арттырады және сонымен қоса қан тамырлар спазм туындағандықтан бізде бүйрек ишемиясы дамиды да, бүйрек қанға өте сезімтал болып келеді. Соның әсерінен ол өзінен ренинді бөле бастайды. Ренинді бөлген соң бүйректен жаңағы ренин, ангидрин, альдостерон жүйесі іске қосылып, организмде натрий, суды ұстап, одан сайын қан қысымын арттыратын болады. Одан кейін тамақтану салтында өте көп майлы тағамдар тұтыну, тұзды тағамдар тұтыну, олар натрийларды тұтынатын болса, онда ол өз кезегінде организмде суды көп ұстауына алып келеді. Майды көп тұтынатын болса, ол тамырлар қабырғасында майлар тұнып, тамырлардың өткіштігін, тамырлар қабырғасымен ағатын қанның жылдамдығын арттырып, яғни тамырдың қабырғасын кішірейтіп, қан қысымын жоғарылатады. Одан кейін бізде темекі шегу, алкоголь тұтыну, бұлар негізі тамыр қабырғаларында эндотелий тікелей зақымдайды. Эндотелий зақымдалған соң ол жерде рефлекторлы түрде тамыр қабырғалары жиырылып, тамыр спазмы туындайды. Бұл да перифериялық тамырлардың қарсыластығын арттырады. Енді эндогенді тұқым қуалаушылық, біз бұларды жаңа айтып кеттік. Семіздік, бұл семіздік, яғни адамда көп май, бұл яғни атеросклерозға, қан тамырлар қабырғасының тарылуына алып келеді. Одан кейін артериалдық гипертензияға алып келетін механизмдердің біріншілігі зақымдалуы. Бұларға бізде бүйректің зақымдалуларын, бүйрек үсті бездердің зақымдалуларын жатқызсақ болады. Бұны қазір екіншілік, яғни симптоматикалық артериалдық гипертензия айтқан кезде толығымен тоқталатын боламыз. Одан кейін бізде гиподинамия, яғни отырықшы өмір салты. Адам көп қозғалмайтын болса, яғни ол семіздікке алып келеді, ал семіздік ол тамырлар қабырғасындағы майлардың жиналуына алып келеді. Одан кейін жынысы көбінесе ер адамдарда артериалды гипертензиямен көп ауырады, әйелдерге қарағанда. Оның себебі неге? Себебі әйелдерде бөлінетін эстроген гормоны бұл тамырлар қабырғасын кеңейтіп, қан қысымын шамадан тыс арттыруға кедергі жасап тұрады. Енді бұлар талдап болдық. Енді бізде артериалды гипертензияның екіншілік симптоматикалық түріне тоқталамыз. Олардың бірнеше түрлерін ажыратамыз, яғни бірнеше себептерден пайда болуы мүмкін. Біз оларды екі үлкен топқа бөлеміз: бүйректік және де эндокринді. Бүйректік кезде біз реноваскулярлы және де реноприфті деп екіге бөлеміз. Реноваскулярлы кезде бізде бүйрек тамырларында қандай да бір зақымданулар салдарынан спазмға ұшырайтын болса, яғни бүйрекке қанның келу азаятын болса, онда ол өз кезегінде организмнен шығу керек натрий, суларды шығарып тастау керек болатын болса, ал ол тамырлар зақымдалған кезде бүйрекке қан дұрыс келмей, ол организмнен шықпай қалады. Соның әсерінен бізде реноваскулярлы артериалды гипертензия дамиды. Одан кейін бізде реноприфті деген бар. Екінші бір атын ренопаренхиматозы деп атаса да болады, яғни бүйректің паренхимасы зақымданады. Бүйрек паренхимасы зақымданған соң ол жерде реабсорбция, фильтрация процестері дұрыс жүрмей, адам организмде қан қысымы жоғарылайды. Осы жерде ғалымдар бір зерттеу жүргізген екен, яғни адамның бүйрегін алып тастаған, сөйткенде оған орнына аппарат қойып қойған. Ол аппарат организмнен сұйықтықты сыртқа шығарып отырады, сол арқылы қан қысымы көтерілмеу керек болған. Алайда адамда қан қысымы көтерілген. Неге? Себебі бізде бүйрек тамыр кеңейтетін факторларды бөледі екен, яғни простагландин Е1, 2 деген секілді факторларды бөлу арқылы қан тамырлардың қарсыластығын төмендетіп, яғни қан тамырларды кеңейтеді екен. Осының салдарынан бізде артериалды қан қысымы реттеліп отырады екен. Одан кейін бізде эндокринді жүйенің ауруларын жатқызамыз. Эндокринді жүйе ауруларына бізде гипертиреозды, яғни қалқанша безінің гиперфункциясын
жатқызамыз. Ол неге алып келеді? Ол жүректің жиырылу жылдамдығын алып келеді. Бұл өз кезегінде қан қысымын жоғарылатады. Одан кейін Эценко Кушинг синдромы. Бұл адамда көп мөлшерде глюкокортикостероидтар бөлінеді. Глюкокортикостероидтар ол бірінші кезекте АБФ, яғни ангитензин айналдырушы ферментті активтеп берсе, екінші кезегінде бұл тамыр қабырғаларын адреналинге сезімталдығын арттырып береді. Яғни аз ғана адреналиннің өзі тамырға әсер еткен кезде тамыр спазмы өте күшті болады. Одан кейінгісі Коон синдромы немесе біріншілік альдостеронизм, яғни бүйрек үсті безінен көп мөлшерде альдостерон бөлінетін ауру. Бұл бүйректен натрийді көп ұстауға және де айналымда қан көлемін арттырып, қан қысымын жоғарылатуға алып келеді. Одан кейінгісі феохроматитома. Феохроматитома дегеніміз бүйрек үсті безінен көп мөлшерде адреналин, норадреналиндер бөлінеді. Ол өз кезегінде шеткері тамырлардың қарсыластығын арттырады, яғни тамырлар спазм алып келеді және де жүректің жиырылу жылдамдығын арттырады. Енді бұларды біз толығымен талқыладық деп ойлаймын, яғни патофизиологиясын. Енді біз артериалды гипотензияға тоқталсақ. Гипотензияны біз жедел және созылмалы деп екіге бөлсек болады. Жедел кезінде шок, коллапс, қан кетулер салдарынан артериалды гипотензия, яғни қан қысымы төмендеп, тіндерге қан баруы азаяды. Және де созылмалы кездерінде біз жоғарыда айтқан себептердің барлығы керісінше болады. Яғни қалқан безінің гиперфункциясы болса, мына жерде гипофункциясы болады. Яғни гипотиреозда жүрек баяу соғады, брадикардия болады. Одан кейін аддисон ауруы немесе қол ауруы. Бұл бүйрек үсті безінен бөлінетін ферменттердің аз бөлінуінен пайда болады. Одан кейін бізде вазопрессин жеткіліксіздігі, яғни гипофиздің артқы бөлігінен бөлінетін вазопрессин гормоны жеткіліксіз болған кезде, яғни адам организмде суды ұстау үшін бөлінетін гормон жеткіліксіз болса, көп мөлшерде су бүйрек арқылы сыртқа қарай шығып отырады. Соның салдарынан айналымда қан көлемі төмендеп, артериалды гипотензия дамиды. Енді артериалды гипертензияның асқыну салдарларына келетін болсақ, артериалды гипертензия тамырлар қысылды, қан қысымы жоғарылады, онда тұрған не бар деген болуы мүмкін. Яғни көп адамдарда болады, давлениесі 150-де 90 сондаймен жүреді, және де бұл менің рабочий дейді, бірақ ол рабочий емес, ол қан қысымының жоғарылауы. Енді ол адамдарда қандай қауіп бар? Ең бірінші, ол адамдарда нысана мүшелер деген болады. Яғни артериалды гипертензия жиі зақымдайтын органдар. Олар ең бірінші жүректің өзі, тамыр, көздің торлы қабығы, бүйректі зақымдайды. Енді миды қалай зақымдайды? Миға артериалды гипертензия салдарларынан көбінесе геморрагиялық инсульттар пайда болады. Көздің торлы қабығын қалай зақымдайды? Көздің торлы қабығына көбінесе көз нерві бар, яғни көру нервісі. Соған көбінесе қан құйылу бар салдарларынан бізде кейбір адамдарда артериалды қан қысымы шамадан тыс артқан кезде соқырлыққа дейін алып келеді. Одан кейін жүрек тамырларында бізде спазмдар туындайтын болса, яғни және де атеросклероз сынды аурулар туындайтын болса, онда бізде жүректе стенокардия, инфаркт миокарда дейін алып келуі мүмкін. Және де ұзақ уақытта артериальный гипертензия болып жүретін адамдарда көбінесе сол жүректің сол жақ қарыншасы ұлғайып кетеді, яғни гипертрофияланып кетеді. Одан кейін бүйректің ишемиялары, бүйрекке қан бармайтын болса, ол ишемияға ұшырайды, яғни қанмен қамтамасыз етілуі төмендейді. Ол өз кезегінде адам организміне қанның шығуын төмендетеді, сұйықтықтың шығуын төмендетеді, сол арқылы артериалды гипертензияны одан сайын асқындырады. Және де гломерулонефрит, пиелонефрит сынды аурулардың дамуына жағдай жасап береді, яғни стафилококк, стрептококктардың дамуына, олардың шумақшаларының зақымдануына жағдай жасап береді. Одан кейін бізде тамыр қабырғасын не үшін зақымдайды? Негізі артериалды тамырлар қоректенеді, яғни оларда бір орган. Оларда ваза вазорум деген тамырлар болады, яғни олар өз
тамырлар жанынан шығып, екінші тамырды қоректендіріп отырады, яғни өз-өзін қоректендіріп отырады. Ал егерде тамыр үнемі спазмда болатын болса, ол вазофазорум тамырлары арқылы қоректенбейді. Соның әсерінен бізде ишемиялық ошақтар дамиды. Ол өз кезегінде түрлі тамырішілік үйінділарға, тамырлардың жарақаттануына алып келуі мүмкін. Және де қалыпты жағдайда тамыр эластикалық болатын болса, артериалдық гипертензиямен ұзақ ауырған адамдарда тамырлары сынғыш, үзілгіш болып келеді. Осымен біздің видеомыз соңына жетті. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркелейік, және де біз келесі жолы артериалды гипертензияның клиникалық көріністері, оларды қалай емдейді, қалай алдын алады, соған тоқталатын боламыз. Қош, сау болыңыздар.